Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі ғажайып ойыншығымызды жасау үшін бізге керек заттар. Ыдыс керек болады. Түрлі түсті маркер, қайшы, түрлі түсті резеңке, желім, құм, бидай, су сепкіш суымен және түрлі түсті қағаз, қара түсті картон, капрон шұлық. Ал енді балалар, жұмысымызды бастаймыз. Бүгін маған көмектеседі аяулым. Міне ыдыс аламыз. Ыдыстың үстіне бидайды қояды жанына аяулым. Енді мына шұлықтың ішіне ең біріншіден бидай саламыз. Бидай балаларға ұсақ қол моторикасын дамытады. Жақсы. Қолымды сүрте қойып, бидайды аламыз. Енді бидай салғаннан кейін шұлықтың ішіне құм саламыз. Кәне аяулым маған көмектеседі. Шұлықтың ішіне құм саламыз. Ол да балалар құммен ойнауды жақсы көреді, сондықтан тағы саламыз, толтырып салайық. Міне, біздің ғажайып ойыншық жасау үшін тағы бір рет саламыз. Жақсы, рахмет. Құмды алып тастаймыз. Енді балалар шұлықтың басын резеңкемен байлаймыз. Немесе аузын ата-аналармен бірге жұмыс жасағанда ата-аналар түйіп байлауға да болады. Міне аяуын көрдің бе? Енді бізге шұлықтың басын бізге қандай пішінге ұқсайды мынау? Сөпақша, аяуын? Енді сөпақшадан біз ғажайып ойыншық жасау үшін басын қысамыз мына жерін. Резеңкемен басын шығарамыз, Міне. Кішкене түйіп, осындай. Неге ұқсайды бізде? Қалай ойлайсың аяулым, неге ұқсайды? Ақшақарға ұқсайды, Енді біз әртүрлі не жасауға болады. Мына жерден бізге мұрын жасауға болады. Кәне қолыңмен бұлай қысып. Ермек сазбен жұмыс жасағандай мұрын жасаймыз. Оны бітіп алып, міне резеңкемен түйеміз. Ал енді осы біздің ойыншығымызға аяулым түрлі түсті маркермен не жасауға болады? Күліп тұрғанын жасайық, суретін сала ғой. Кәне күліп тұрған аузына сурет жасайық. Кәне, аша қойын көрсет. Біздің ойыншығымызға күліп тұрған езуін жасады аузын. Жақсы. Енді жаба қой. Бізде балалар міне қара аяулым дәрінің қалдық қағазы бар. Осы қағаз бізге қайшы не үшін керек болды? Осы керек емес заттан көз жасауға болады. Біздің ойыншығымызға қайшыны аламыз. Мына бір дөңгелекті бұлай кесіп аламыз. Дөңгелекті қайшымен қиямыз. Осылай дөңгелегін қиып аламыз. Міне, бұл бізде дөңгелек көз жасаймыз. Ал екінші жағын маған аяулым қиып береді. Мына бір дөңгелек қолыңды қиып алмай, қайшымен дөңгелек мынандай қиып аласың. Жақсы. Алып тастаймыз. Қайшыны ақырын мұқият боламыз. Енді осы қара түсті қағаздан біз қиып бір жіңішке жолақша қиып аламыз. Ол жолақшадан мынадай кішкентай дөңгелек қиясын. Аяулыма жолақшадан дөңгелек қиып ал.
Қайшымен дөңгелек, екі қара дөңгелек. Жақсы. Бұл бізде көздің қарашығы болады. Екінші дөңгелек. Жақсы. Енді аяулым. Мына қарашықтарын аяулым қиған мына дөңгелектің ішіне дәрінің ыдысына саласын. Бұл көзді біз мына жерге жапсырамыз. Көрдің бе? Осылай. Қазір желімді жағамыз. Желімді ашамыз. Желімді жағамыз. Қарашығын жапсырып ал. Екінші көзін жапсырамыз. Екінші көзін жапсырайық желіммен. Немесе ыстық желіммен жапсыруға болады. Көздерін болмаса, тағы да дүкендерде осындай дайын көздер болады. Дайын көздерді ыстық желіммен жапсыруға болады. Енді бұл ойыншығымыз бізге не үшін керек деп ойлайсыз? Бұған күнде аяулым қара. Бұл ойыншыққа суды аяулым былай су себеміз бас жағына. Өйткені бұда жем. Күнде сумен бір көп су құйған сайын біздің ойыншығымызда шаш пайда болады. Бидайымыз өсе бастайды. Аяулым тағы нете ғой? Су сеп. Жақсы. Осындай біздің қуыршағымыз, ойыншығымыз бір аптадан кейін, немесе 2 күндесін ақырын бидайымыз өсе бастайды. Сосын бұда шаш пайда болады. Бидай өсіп, ол шашты ұзын болып өсіп кеткенде қайшымен қиып тастауға да болады. Және де осындай ойыншықтарда әртүрлі заттардан жасауға болады. Бізде балалардың қиялын дамытамыз. Дөңгелек қып, ертегілер жасауға болады. Ертегілерді пайдаланып. Осымен біздің қуыршағымыз аяқталды. Бір аптадан кейін бізде күнде аяулым бұған күтіп, су құйып отырады. Су бүркіп отырады. Сонда бізде жылы жерге қойып, шаш бидайымыз өседі.